Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз маслихатын бастаймыз. Қайырлы күн. Кезекті баспасөз маслихатының тақырыбы Қазақстанның халық артисі, құрмет орденінің иегері, күйші композитор Тұяқберді Шамелевтің республикалық әншілер мен күйшілер конкурсы туралы болады. Бұл туралы Сайран Темірғалиұлы Дүйсенов, Батыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының басшысы Асхат Тарасұлы Қажғалиев, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының директоры және Еркін Шаяхметұлы Нұрымбетов Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптары оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері баяндайтын болады. Бірінші сөз кезегі Сайран Темірғалиұлы, өзіңізде. Рахмет. Құрметті көрермендер, Қадыр ағамыздың өлеңіне сәйкес мың тұяқтың дүбірі, бір тұяқтың саусағы атанған жерлесіміз атақты күйші композитор Қазақстанның халық артисі Тұяқберді Шамелевтің 70 жылдығы облысымызда кеңінен тойлау жоспарлап отырмыз. Негізгі біздің облысымыз бойынша биылғы Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты бұл шаралар жоспарына енген шара, үлкен шара. Әлемге танымал Құрманғазы атындағы академиялық ұлт аспаптар оркестрінде 40 жылдан астам уақыт қызмет етіп, қазақтың күй мұрасын толықтырып, егеменде еліміздің еңсесін көтеріп, рухани тірек боларлықтай тұлға болды ағамыз. Ағамыздың артынан бай мұра қалды. Әндері мен күйлерін насихаттау, шығармашылығын кеңінен халық арасына тарату, ол кейінгі ұрпақ мына біздің еншімізде. Сондықтан да осы мақсатта 10-11 қыркүйек күндері Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында облыс әкімдігінің қолдауымен алғаш рет Тұяқберді Шамелев атындағы бірінші республикалық әншілер мен домбырашылар байқауын өткізгелі отырмыз. Конкурсқа еліміздің түкпір-түкпірінен 30-ға жуық қатысушы қатысады. Соның ішінде 17 қатысушы күй жанры бойынша, 13 қатысушы ән жанры бойынша 2 күн бойы конкурс жалғасатын болады. Әуелете өткен саз ғұмыры атты халық концертімен конкурс аяқталады. Осы конкурсқа елімізге танымалы, республикамызға танымал өнер қайраткерлері қазылық жасайды деп жоспарлап отырмыз. Атап айтатын болсақ, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері, профессор, дирижер Айтқали Жайымов ағамыз қазылар алқасының төрағасы болып отыр. Сондай-ақ мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері жерлесіміз Мықтыбай Батыржан Қайыржанұлы, сондай-ақ еңбек сіңірген қайраткер Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының құрметті профессор Жантас Бектұрғанов. Сонымен қатар өзіміздің облысымызға танымал біркелкі өнер саңлақтары осы конкурсқа қазылық жасайды деп күтіп отырмыз. Сонымен қатар осы көптен болмаған нәрсе, біздің осы конкурсымыз ашық бағдарламасына сәйкес карантиндік талаптарды қатаң сақтай отырып өткізіледі. Хадиша Бөкеева атындағы театрда 30% қатысушылар қатысады, көрермендер қатысады деп күтіп отырмыз. Сондықтан да көрермендерді осы конкурсты тамашалауға шақырамыз. Қалған енді конкурстың мақсаттары тағы да басқа да жақтарымен менің әріптестерім таныстыратын болады. Ассалаумағалейкум, киелі қазақ өнерін қастерлеген өнерсүйер ағайын. Міне жаңағы айтып өткен елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында ұлттық дәстүрімізді дәріптеп, ұлт тұлғаларымыздың есімін ұлықтау мақсатында жаңағы айтып өткен ең алғашқы Тұяқберді Шамелев ағамыздың атында бірінші республикалық әншілер мен домбырашылар арасындағы конкурс жоспарда тұр, өткізгелі отырмыз. Мінекей кеше ғана осы өзінің туған күнің қарсаңында Жаңақала ауданында бастау алып, өзінің кесенесінде Құран бағышталып, сол Жаңақала ауданының мәдени демалыс орталығының ұйымдастыруымен өнер адамына өнермен құрмет көрсетіп, Жаңақала ауданынан бастау алды. Енді Алла сәтін салса ертең 10-11 қыркүйек күндері жалғасын таппақ үлкен республикалық конкурс. Осы конкурстың жалпы бізде мақсаты Тұяқ ағамыздың шығармашылығын кеңінен насихаттау, төл аспабыз домбыраға деген қызығушылықты арттыру, осы түкпір-түкпірде осы үміткерлердің репертуарына осы Тұяқ ағамыздың шығармашылығын толықтыру,
Енді осы конкурстың талаптары да бар. Конкурсқа 18 бен 45 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады, әр өңірдің үміткерлер қатыса алады. Қазіргі таңда 30 үміткер толықтай қатысушылар бар, 13 үміткер ән жанры бойынша, 17 үміткер күй жанры бойынша үміткерлер қазір өздерінің заявкаларын беріп толтырып отыр. Енді екі кезеңден тұрады, жаңа айтып отқан ән жанры, күй жанры бойынша. Бірінші ән жанрында бірінші кезеңде Тұяқберді Шәмелов ағамыздың авторлық бір әнін минусукмен орындау. Сосын өз таңдау бойынша халық әндерінен бір ән орындау. Екінші кезеңде біздің өзіміздің осы қара шаңырағымыз филармониямызға қарасты Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен осы Тұяқберді Шәмелов ағамыздың екі әнін орындалады. Күй жанры бойынша осы Тұяқберді ағамыздың тағы екі күйі міндетті түрде орындалады. Бұл енді Дәулеткерей Ақшелең және Қали Мәмен күмбір күй. Осы екі күй. Екінші осы Тұяқ ағамыздың репертуарынан тізімінен екі күй міндетті түрде орындалатын болады. Екінші кезеңде Тұяқ ағамыздың әрине міндетті түрде орындалуы Еділ патша күйі. Осы қазір кеңінен таралған танымал күй. Екінші осы Тұяқ ағамыздың тағы да үш күйі міндетті түрде орындалу керек репертуарынан, және де осы өз таңдауы бойынша халық композиторлар күйлерінен бір күй орындалу керек. Мінекей осындай бағытта осы Тұяқ ағамыздың өзінің аз уақыт ғұмырында осы өнерге деген, соның ішінде осы дәстүрлі өнерімізге деген ізгі істері осы біз секілді кейінгі ұрпаққа үлгі болып қала бермек. Тұяқ ағамыздың ендігі шығармашылығын ары қарай осылай кеңінен насихаттау, мінекей осы біздер секілді өнер азаматтары бар кезде жаңағы үлкен жүректі өнерге жанашыр аға апаларымыз бар кезде еш уақытта әуезді әндері шығармашылығы еш уақытта өлмейді деген ойдамын. Енді тағы да осы конкурсымыздың тағы да бір жаңалығы бар. Бұған қазір осы біздің Тұяқ ағамыздың ең алғашқы партитура жинағы шыққалы отыр. Оны қазір енді осы өзі автор, осы Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестріміздің дирижері Еркін Шаяхметұлы өзі ары қарай қазір таныстырып өтетін болады. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Тұяқберді Шәмелов ағамыздың 70 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан бұл республикалық конкурс Қазақстанда тұңғыш рет болып жатыр. Соның ішінде Батыс Қазақстан облысында бұндай екі жанрды қамтыған конкурс алғаш рет орындалып өтіп жатыр. Өйткені Тұяқ ағаның өзі тарихта дүлдүл домбырашы, күйші ретінде қалатын болса, сонымен қатар ол кісі өткен лирикалық әндердің авторы, композитор. Сондықтан Тұяқ ағамыздың осы конкурста барлық шығармалары жан-жақты насихатталу мақсатында осы Тұяқберді Шәмеловтың шығармалары деген партитуралар жинағы жарық көріп отыр. Осы конкурсқа арнайы дайындалған бұл жинақ. Бұл жерде Тұяқ ағамыздың 26 шығармасының партитуралары бар. Енді әр шығармалар әр өңірде орындалып жүр. Қазақстан бойынша Тұяқ ағаның әндері, күйлері кең бағытта орындалады. Елімізге танымал орындаушылар орындайды. Сонымен қатар осы өңірдегі жергілікті әншілер мен күйшілер де Тұяқ ағаның күйлері мен әндерін орындап жүр. Осы конкурстың бір ерекшелігі, мынау жаңағы әншілер үшін бірінші турда жаңа минусовка эстрадный жаңа фонограммамен шығатын болса, екінші турда Дәулеткерей атындағы оркестрдің сүйемелдеуімен Тұяқ ағаның екі әні міндетті түрде орындалады. Сондықтан бұл жерде бұл енді бұл конкурс көбінесе мына оркестрмен айтпаған тәжірибесі жоқ әншілерге қиындық туғызуы мүмкін. Оны әзірлік барысында көріп те жүрміз. Енді бұл бірінші өтіп жатқан конкурс болғандықтан кем-кетіктер болуы мүмкін. Мысалы біз әнші жанрлардың ішінде эстрада, мысалы классикалық бағыттағы әншілерде бөлген жоқпыз. Өйткені енді бірінші конкурс болғасын бұл той ретінде өту керек. Ағамыздың осы конкурсқа қатысам деп үлесін қосып жатқан үміткерлердің бәріне ақ жол тілейміз. Амандық болса, күйшілердің де, әншілердің де өнерін тамашалауға бәрін шақырамыз.
енді жаңада айтылды ғой, негізі Тұяқ Шамиловтың тойы бұл деген Жаңақала ауданында басталса, ең соңғы Оралда жалғасады, ең соңғысы өзінің туған елі Бөкейорда ауданында аяқталады. Онда Саралжын ауылында өзінің туған жері, клуб мәдениет үйінде бұрыш ашылады, музейі шағын, сонан кейін мүсін ашылады. Соған сол шарамен негізі конкурс осы той аяқталады деп отырмыз.